Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай сап-сары болып пісетін, өте дәмді, тал-тал болып пісетін керемет картоптың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Кеттік, дайындайық. Ең алдымен өзімізге керекті картоптың мөлшерін тазалап, оны жуып аламыз. Табамызды қыздырмас бұрын осындай пергамент қағазын дайындап аламыз. Оны осылай қолымызбен басып, мыжып аламыз. Кейін оны жаңағы табамыздың үстіне орналастырып шығамыз. Бұл бізде өте пайдалы лайфхактардың бірі. Жаңағы майымыздың жан-жаққа шашырап, май тамшылары газды жан-жағындағы ыдыстарды бұлғамас үшін осылай жасасаңыздар өте тиімді әрі жеңіл болады. Пергамент қағазы қойылған табамызды қыздырып, оның үстіне осылай сұйық майды құйып аламыз. Құйылатын сұйық майдың мөлшері картоптың бетіменен бірдей болып тұруы керек. Майымыз толығыменен қызғанша осылай картопты өздеріңіздің қалауларыңызша турап кесіп аламыз. Мен осылай кескенді ұнатамын, сол себептен бірден картопты осылай кесіп жатырмын. Егер сіздерге солома ретінде, таяқша ретінде кескен ұнаса, солай да кессеңіздер болады. Бұл маңызды емес, әркімнің өзінің қалауына байланысты. Тіпті осындай доңғалақ етіп те кессеңіздер болады. Картопты қатты жұқаламай, сәл қалыңдау қылдырып кессеңіздер, сонда ортасындағы картоптарымыз өте сондай жақсы дымқыл болып шығады. Ішіндегі ортасындағы картоптың барлығы да жаңағыдай майға түскеннен кейін қуырылып, ішіндегі ылғалдылықтың барлығы кетіп қалмайды. Қажетті картоптың барлығын турап дайындап алдық. Енді оны бірден қызып тұрған табада қуыра бастаймыз. Байқасаңыздар, көп жерде картопты турап алғаннан кейін оны суға салып, одан кейін оны сүлгіге салып, кептіріп, дайындап жатады. Бұл рецепттің ерекшелігі картопты турап алғаннан кейін бірден оны осылай тал-тал етіп салып, табамызда қызып тұрған майдың мөлшерін өте көбірек қылдырып құйып, бірден қуырып аламыз. Сонда біздің картоптарымыздың барлығы біркелкі тұтас болып пісіп шығады. Және айта кететін және ескеретін бір жағдай, картоптарымыз піскен кезде бір-біріне мүлдем жабыспайды. Оны қуырып жатқан кезде осылай қасықпенен немесе ағаш таяқшамен оны бірнеше рет осылай аунатып аламыз. Яғни бірнеше рет араластырамыз. Біздің картоптарымыз осылай қоңырқай болып, сарғыш болып, өте әдемі болып пісіп жатыр. Бір-біріне мүлдем жабыспаған. Осылай сарғайғаннан кейін картопымызды кәкпірменен ақырындап табадан аламыз. Картопты бірден салмаймыз, оны бірнеше бөлікке бөлеміз. Міне жаңа мен бірінші бөлігін салып пісіріп алдым. Енді екінші бөлік картопты салып пісіріп жатырмын. Міне осылай салып пісіріп аламыз. Кейін жаңағындай піскен картоптың барлығын жеке осындай арнайы ыдысқа, тарелкаға салып қойып, оның үстіне міндетті түрде тұзымызды сеуіп аламыз. Біздің картоптарымыз дайын, осындай сап-сары әдемі болып пісіп шықты. Енді осы картопты өздеріңіздің қалауларыңызша аз көкпенен әсемдеп қонақтарға ұсына берсеңіздер болады.
Бұл тағамды балалар өте ерекше сүйсініп жейді. Мен өзім отбасыма осы тағамды айына бірнеше рет жасап беремін. Міне көріп тұрғандарыңыздай картоптың ортасы толығымен піскен және ылғалды. Басқа картоптарды алып қарайтын болсаңыздар, мысалы картошка фридің орталары құрғақ болып кетеді, ал бұл жерде ешқандай да құрғақтық жоқ, өте дәмді болып шыққан. Және бұл тағамды кез келген етті тағамдардың немесе басқа да тағамдардың жанына гарнир ретінде қонақтарға ұсынсаңыздар болады. Сіздерге рецепт және видеода көрсетілген лайфхактар пайдалы болады деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Гүлім. Міндетті түрде өз пікірлеріңізді жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет.